Әкесім, не оқып отырсыз? Кітап оқып отырмын, балам. Қандай кітап? Абай атамыздың қара сөздерін оқып отырмын. Әкесім, 8 наурыз аналар мерекесі келіп жетті. Біз екеуміз анасымызға қандай сыйлық жасасақ болады деген. Ой, балам, ойың дұрыс екен. Өзің не ойлайсың? Гүл сыйласақ қуанып қалатынын білеміз. Бірақ та өз қолымызбен жасалған сыйлық қымбат емес пе? Дұрыс айтасың, балам. Әрқашанда жүрегіңнен шыққан өз қолыңмен жасалған сыйлық қымбат болады. Қандай ойың бар? Не жасасақ болады? Алқа жасасақ қайтеді? Алқа жасасақ, алқа жасайық. Кәні асықтарын жинай ғой, балам. Барып құрал саймандарды алып бер. Біз екеуміз алқа жасайық. Әкесінің керек жаттаурап келдім. Келе ғой, балам, отыра ғой. Өнерді үйрен деген бар, балам. Қолы шебер, құммен кеме жүргізеді дейді. Кел, мен саған үйретейін. Өмірде керек болады. Қазір мен сақиналарды ашып беріп отырам. Сен мыналарды жалғайсың, балам. Жарай ма? Мыналардың арасынан өткізіп жалғай бер. Алақай, анасын қуанып қалатын болды ғой. Балам, анашым қуанып қалатын болды. Алқа сәтімен әдемі шықты. Сен енді саймандарды орнына апар да, алқаны құлдичаның ішіне салып қой, анаңа тосын сыйғып бересің. Балам, әкесі ыстық нан мен айран ішіп алыңдар. Анасым, әкесім екеуміз сізге сыйлық жасадық. Қандай сыйлық? Мынандай. Мінекей. Қандай керемет. Бұны өзің жасадың ба? Әкесім көмектесті. Керемет. Кәне маған тақ бере ғой. Қандай әдемі. Рахмет, балам.